бір әйелдің ұлы жоғалып кетеді, ал оның орнына басына қап киген бір бейтаныс бала пайда болады. Енді ол бұл жағдайды қалай түзетуге болатынын анықтауы керек. Бұл оқиға 1975 жылы Испанияда басталады. Жергілікті балалар үйіндегі жетім балалар 1, 2, 3 қимылдама деген ойынды ойнап жүр. Бұл ойынды сіз кальмар ойыны сериалынан көрген боларсыз. Бірақ бақытымызға орай, бұл жерде әңгіме кәдімгі балалық ойын жайлы. Балалар бірдей киім киіп алып, ешқандай уайымсыз күліп ойнап жүр. Балалар үйінде телефон шырылдайды. Лаура есімді қызды асырап алмақшы. Енді оның шынайы отбасы болады. Көп жылдар өтеді. Енді Лаура ересек әйел. Оның сүйікті күйеуі Карлос пен асыранды ұлы Симон бар. Симон өте қиялшыл бала, үнемі өзі ойлап тапқан қияли достарымен ойнайды. Олар Лаураның балалық шағы өткен сол ескі балалар үйіне келеді. Қазір бұл теңіз жағасында орналасқан үлкен үй. Маңайында үлкен маяк бар, бірақ ол да көптен бері жұмыс істемейді. Лаура бұл үйді қалпына келтіріп, балалар интернатына айналдырғысы келеді. Үйді жөндеу жұмыстары жүріп жатқанда ол күйеуімен сөйлесіп, кейін ұлымен серуендеуге шығады. Лаура мен Симон ескі маякқа қарай жол тартады. Жанында үлкен үңгір бар. Симон сол үңгірге кіріп, ішінде бір бала бар екенін анасына айтады. Ол сол баланы үйге шақырғысы келеді. Лаура бұны баласының тағы бір ойдан шығарған ертегісі деп қабылдайды. Бірақ үңгірдің ішінде біреудің іздері расымен де бар. Үйге қайтар жолда Симон ракушкаларды жерге тастай бастайды. Ол бұл арқылы жаңа досына үйге апарар жолды көрсетіп жатқанын түсіндіреді. Сол кезде жаңбыр жауа бастайды. Балалар үйіне бір көлік келеді. Бұл Бениния есімді әлеуметтік қызметкер. Ол Симон жайлы сөйлеспекші. Біраздан кейін белгілі болады. Симон ВИЧ жұқтырған бала. Бениния Лаураға емдеудің қандай да бір жаңа әдісін ұсынады. Алайда Лаура бұл әңгімені тыңдағысы келмей, Бенинияны үйінен қуып жібереді. Сөйтсе, Симон өзінің асыранды бала екенінде, ауруы бар екенінде білмейді екен. Түн ортасында Лаура ауладан бір дыбысты естиді. Дереу сыртқа шығып, сарайға бет алады. Сонда ол қолында күрегі бар Бенинияны көреді. Әйел бірден қашып кетеді. Ал Лаура күйеуі Карлосты оятып, шұғыл түрде полиция шақыруды сұрайды. Күйеуі қария әйелдің есі дұрыс емес екенін айтып, оған мән бермеуге кеңес береді. Ал Лаура ұлы Симонның бөлмесінде түнеп шығады. Келесі күні ол үйінің табалдырығынан ұқыптап жиналған ракушкалардың тобын көреді. Бұл көрініс оны қатты қорқытады. Күндіз Симон Питер Пен жайлы кітап оқып отырады. Сол кезде ол анасына өзінде ешқашан ересек болмайды деп мойындайды. Айтуынша, оның жаңа достарымен де дәл осындай жағдай болған. Енді олардың саны 6-ға жеткен. Солардың ішінде басына қап киген бір бала бар. Қаптың бетінде ауыз бейнеленген, бір көзіне тесік ойылған, ал екінші көзіне түйме тігіліп қойылған. Симонның айтуынша, бұл балалар ерекше ойын ойнайды. Олар адамның ең қымбат қазынасын алып кетіп, оны табуға мәжбүрлейді. Соны қайтарып әкелу керек. Симон анасына өзінің қазыналарын көрсетеді. Олардың арасында сүт тістері де бар. Бірақ бұрын бұл жерде оның тиындары болатын. Демек, ойын әлдеқашан басталып кеткен. Лаура бұны баласының қиялы деп ойлап, ойынға қосылып кетеді. Гүлзардағы дымқыл құмның арасынан олар тігін жиынтығын табады. Артынша бір бейнелі мүсін, одан кейін ішінен ескі кілт шыққан матрешканы табады. Сол кілтпен Симон ас үйдегі тартпаны ашады да, ішінен бұрынғы тиындарын табады. Бала қатты қуанады. Ал Лаура қатты ашуланып кетеді. Сонда Симон анасын айғайлап, істің мән жайын түсіндіреді. Ол бар шындықты, яғни өзі жетім екенін әрі жазылмайтын ауруы барын, сол басына қап киген Томас деген баладан біліп қойған екен. Ақыры Лаура мен Карлос ұлдарына бәрін ашып айтуға мәжбүр болады. Осы уақытта Лаура балалар үйін қайта ашуға дайындалады. Ол шағын мереке ұйымдастырып, оған балалар мен ересектерді шақырады. Симон анасына Томастың жасырынған жерін көрсеткісі келетінін айтады. Алайда Лаура бұл сөздерді тағы да бос қиял деп қабылдап, тыңдағысы келмей, өйткені мереке дәл қазір басталмақ. Олар ұрысып қалады. Ашуға булыққан Лаура ұлын шапалақпен ұрып жібереді де кетіп қалады. Балалар үйінің ашылу рәсіміне түрлі түсті костюм киген көп адам жиналады. Солардың арасында басына қап киген бала пайда болады. Бірақ оны ешкім байқайтын емес. Лаура үйге кіріп, ұлын іздейді. Сол баяғы баланы көреді. Ол Симон сипаттап берген балаға айна қатесіз ұқсайды. Аузы салынған, бір көзіне тесік, екіншісіне түйме тігілген. Лаура бұл баланы Симон деп ойлап, оның басындағы қапты шешкісі келеді. Кенеттен әлгі бала Лаураны ваннаға итеріп жібереді. Лаура құлап түседі, ал ашулы бала оны іштен кілттеп тастайды. Лаура қатты айқайлайды, әйелін құтқарып алады. Лаура бүкіл үйді аралап, Симонды іздейді, бірақ баласы еш жерден табылмайды. Дәліздегі қойманың жанында бірер таяқшаларды құлатып алады. Кейін оларды жинап, шкафқа салып есігін жауып қояды.
Ол сыртқа шығып, қалған балалардың арасынан ұлын табуға тырысады, бірақ Симон жоқ. Сол сәтте Лаура оның алғаш рет Томаспен танысқан теңіз жағасындағы үңгірге кетуі мүмкін екенін түсінеді. Алайда дәл осы кезде толқын көтеріле бастайды, үңгірге су кіріп жатыр. Лаура үңгірден баласының бейнесін көргендей болады, бірақ тайып құлап, аяғын сындырып алады. Сәлден соң үңгір толығымен суға толады. Симонды іздеуге сүңгуірлер мен полицейлер де жұмылдырылады. Алайда өкінішке қарай еш нәтиже болмайды. Карлос қайғыға батқан әйелін жұбатуға тырысады, тіпті оған өзінің әжесінің медальонын сыйлайды. Сол түні Лаура үйінде біреудің қатты жүгірген дауысын, артынша сұмдық сартыл естиді. Арадан жарты жыл өтеді. Лаура мен Карлос психологқа барып, баласынан айырылған басқа адамдармен сөйлеседі. Бірақ Лаура ұлы әлі тірі екеніне сенімді. Бір күні Лаура қалада Бенинияны сәбилер арбасымен көріп қалады. Сол сәтте қарт әйелді жедел жәрдем көлігі қағып кетеді. Арбада сәби емес, басына қап киген қуыршақ жатқан екен. Бениния апаттан аман қалмайды. Полиция оның үйін тексеріп, бұрынғы балалар үйінде түсірілген ескі суретпен бірнеше бейнетаспа табады. Белгілі болғандай, Бениния да сол балалар үйінде жұмыс істеген. Оның Томас есімді ұлы болған. Генетикалық ауытқудың салдарынан Томастың бет-жүзі қорқынышты көрінетін, сондықтан ол үнемі басына қап киіп жүретін. Бениния оны өзгелерге көрсетпеуге тырысқан. Алайда бір күні қайғылы жағдай болады. Балалар Томасты қорқытып ойнамақ болады. Олар оны маяктың арғы жағындағы үңгірге апарып, бетіндегі қапты шешіп тастап, өздері кетіп қалады. Сол сәтте теңіз толып, үңгірге су кіре бастайды. Томас сыртқа шығудан бас тартып, суға батып кетеді. Ол ешкім өзінің бет-жүзін көрмегенін қалады. Осыдан кейін Лаура үйінде біреудің барына жиі күмәндана бастайды. Карлос болса, әйелінің ақыл есі ауытқи бастағанын айтады. Лаура психоанализ лекциясына қатысады. Ол психологтан гөрі экзорцист, жын қуу маманы қажет екенін мойындайды. Өйткені оған ұлын Томас ұрлап кеткендей көрінеді. Бірақ бұл мүмкін емес, Томас 30 жыл бұрын қайтыс болған. Содан кейін Лаура Аврора есімді медиумды үйіне шақырады. Бұл әйел өзін гипноз арқылы өткенге апаруға тырысады. Аврора үй ішінде жүріп, балалардың айқайын естіп тұрғанын айтады. Оның сөзінше, бір бөлмеде 5 бала бар, олар қатты қиналып жатыр. Олар жылайды және уланғандарын айтады. Лаура бұл сөздерге таң қалады, өйткені оның балалар үйіне қатысты тек жақсы естеліктері қалған. Бірақ Аврора бұл үйде балалардың рухтары шынымен бар екеніне сенімді. Лаура олардың ойнағысы келетінін сезеді. Дәл сол себепті олар Симонды алып кеткен. Призрактардың белгі беруі арқылы ол сарайға барады, және сол жерден әк толы бірнеше қап жасырылған құпия орынды табады. Олардың ішінде бас сүйектер, қаңқалар мен сүйектер. Бұл балалар үйіндегі Лаураның бұрынғы достарынан қалған жалғыз іс секілді. Лаура полицияны шақырады. Сол сәтте біз қорқынышты шындықты білеміз. Ұлын жоғалтқаннан кейін Бениния балалардың сол зұлым ойыны үшін кек алып, оларды улап өлтірген. Ал Лаураны асырап алғандықтан ол тірі қалған. Карлос әйеліне бәрінен бас тартып, бұл жерден кетуге кеңес береді. Бірақ Лаура көнбейді. Сол кезде Карлос жалғыз өзі кетіп қалады. Лаура балалар үйіндегі жаңа жиһаздарды ескіге ауыстырып, үстел жаяды, 5 балаға арнап ыдыс аяқ қояды. Содан соң өзі де отырып, балалардың рухтарын кешкі асқа шақырады. Алайда ештеңе болмайды. Сол кезде Лаура олармен бірге балалық шақтағы сүйікті ойынды ойнауға шақырады. Егер ол жеңсе, Симонды қайтарып ала алады. Лаура 1, 2, 3 қимылдама деп дауыстайды. Ол арқасымен тұрғанда қалған ойыншылар оған қарай жүгіріп келіп тоқтауы керек. Рухтар келісіп, ойын басталады. Лаура әр айналған сайын балалардың оған жақындай түскенін көреді. Ақырында біреуі оның иығына қолын тигізіп, қалғандары жан-жаққа қашып кетеді. Лаура осы ойынды Симонмен бірге ойнаған сәтін есіне түсіреді. Бір затты екіншісінің көмегімен табатын ойын еді. Ол қайтадан осы ойынды бастауға бел буады, және үй ішінде жүгіріп жүріп, мақсатына барған сайын жақындай түседі. Соңында Лаура қойманың есігін ашады да, оның ішінде тағы бір жасырын есікті байқайды. Ол есікті ашып, шағын жерасты бөлмеге түседі. Қабырғаларда балалар үйіндегі суреттер мен фотолар ілулі тұр. Лаура бұл жерде Томастың тұрғанын түсінеді. Бениния ұлын дәл осы жасырын бөлмеде жасырып келген. Осы жерде Лаура Симонды табады, ал жоғарыда балалардың күлкісі естіледі. Ол ұлын алып кеткісі келеді, бірақ бәрі кеш екені белгілі болады. Томас тірі адам емес, рухқа айналған. Оның денесі бөлменің еденінде жатыр. Біз енді не болғанын толық түсінеміз. Балалар үйінің ашылу күні Симон Томастың бөлмесін тауып алған. Сол кезде Лаура оны іздеп жүріп, жартылай ашық тұрған шкафты жауып, ішінен құлап жатқан құбырларды жинап алған. Осылайша, өзі де байқамай, құпия есікті жауып, баланың сыртқа шығуына кедергі жасаған.
Симонның бүкіл уақыт бойы үйдің ішінде тұзақта қалып қойғаны белгілі болады. Ол сыртқа шығуға тырысқанда баспалдақта тайып құлап түседі. Дәл сол түні Лаура естіген аяқ дыбысы мен құлау оның әрекеті болған. Лаура бұл шындықты білген соң жанын қоярға жер таппай, қайғы мен шарасыздықтан жылайды. Ол балалар жатын бөлмесіне көтеріліп, терезе алдына отырады. Симонды құшағына қысып дәрі ішеді. Біраз уақыттан кейін қолындағы медальон түсіп кетеді. Сол сәтте маяктың шамы жанады. Лаура оянады да ұлын тірі әрі аман есен көріп таң қалады. Аздан соң басқа балалар да пайда болады, арасында Томас та бар, ол бұл жолы маскасыз. Олар Лаураны танып қуанышпен қарсы алады. Симон анасынан бізбен бірге қалшы деп өтінеді. Лаура ұлына және қалған балаларға мейіріммен жымиып қарайды. Алайда шындық басқа еді, бәрі қайтыс болған. Лаура, Симон және балалар үйінің басқа балаларына ескерткіш қойылады. Карлос сол ескерткішке гүл әкеліп, үйге қайта оралады. Үйдің бір бөлмесінде ол Лаураның медальонын тауып алады. Сол сәтте есік жаймен ашылады. Карлос ішке қарап жымиып қояды, дәл сол жерде ол таныс біреуді көргендей.